Қайырлы күн. Сіздермен бүгін осындай жеміс жидекті мус жасаймыз. Видеоны аяғына дейін көріңіздер. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Бұл мусты жаз айларындағы ыстық күндері балмұздақ ретінде жеуге болады, және де десерт ретінде қонақтарға да ұсынса болады. Мусты әзірлеуге греческий йогурт, ақ шоколад, сонымен қатар салмасына қара шоколад пен түрлі жемістер, кептірілген жемістер де болады. Ал енді ақ шоколадты ертіп аламыз. Бұл шоколад суығанша греческий йогуртты тура осы видеодағыдай арнайы мискада миксермен еземіз. Арасында 1-2 қасық ақ шоколадтан қосып, тағы да еземіз. Мус дайын. Енді арнайы қалташаға салып, 1-2 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Енді міне стаканға мус, үстіне қалаған жемісіңіз, қара шоколад, қайтадан мусты жағамыз. Осылай алма-кезек екеуін салып отырасыздар. Өздеріңіз қалағанша әсемдеуге де болады. Бізге көбінесе осы мусты бананмен жасаған ұнайды. Бананды алдын ала үлкен кубиктерге бөліп алыңыздар. Жемісті үлкен қылып турағандарыңыз дұрыс. Өйткені жеміс үлкен болған кезінде мустың түрі де әдемі көрінеді. Жегенде де муспен араластырып әдемі болады. Мустың дәмі өте тәтті. Сухофруктымен жасасаңыздар да болады. Менің каналыма жазылуды, лайк басуды, қоңыраушаны басуды, видеоларымды аяғына дейін көруді ұмытпаңыздар. Мус дайын. Енді холодильникке 2 сағатқа қойып алсаңыздар, өте дәмді болады. Сонымен қатар бұл мусты холодильникте 1-2 күн сақтауға да болады. Кез келген уақытта дайын тұрады. Балмұздақ ретінде де, десерт ретінде де қолданасыздар. Достар, дәмі өте керемет.